Осы маклюбе тағамы кезінде инстаграмда, тиктокта хит болған еді ғой. Бүгін тағы бір жасап көрейін дедім. Ең алдымен туралған етімізді майға салып, жақсылап 10 минут көлемінде қуырып аламыз. Одан соң салқын су құйып, дәміне қарай тұз салып, етіміз әбден піскенше жай отта бұқтырып қоямыз. Сол аралықта біз сәбізімізді осылай дөңгелек етіп турап, қызып тұрған майға салып, екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Картошкамызды да дәл солай дөңгелектеп турап, екі жағын қызартып, қуырып дайындап аламыз. Келесі кезекте бөлек кастрюльдің түбіне азғана май құйып, жақсылап жуып тазаланған күрішімізді салып, бір араластырып, үстіне салқын су, дәміне қарай тұз салып, 20 минутқа жай отта бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте маклюбемізді дайындауға кірісеміз. Кастрюлеміздің түбін азғана майлап жіберіңіздер. Ең алдымен пияз саламыз, одан соң жаңағы пісіп дайын тұрған етімізді саламыз, сәбіз, одан соң картошкамызды салып, жаңағы жартылай піскен күрішімізді саламыз. Күрішті салып болғаннан соң міндетті түрде жақсылап нығыздап үстінен басып жіберіңіздер. Сол кезде формасын жақсы ұстайтын болады. Күріштің үстіне азғана су құйып, газдың ең жай отында 30 минутқа бұқтырып қалдырамыз. Осы аралықта күрішіміз өте әдемі болып пісіп шығады. Осымен тағамыз дайын, қыздар. Видеодағы әдемі ыдыстарымның барлығын Домино посуда орталығынан алған болатынмын. Бағалары өте тиімді және де таңдау өте көп, қыздар. Қазір парақшасын астына белгілеп қалдырамын. Өзіңізге ұнаған ыдыс-аяқтарды тиімді бағада алсаңыздар болады. Ас болсын.